Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баклажаннан мини рулеттер әзірлейміз. Салмасына творожный сырмен өте дәмді болып шығады. Барлық жанның көңілінен шығады. Әрі жасау жолды өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен баклажандарымызды алып, жақсылап жуып аламыз. Жуып алған баклажандарымызды алып, екі шетін алып тастадым. Сыртын баклажанымыздың ашып алып тастасаңыздар болады. Мен бірінші кескен жерін ғана алып тастап, қалған жерлерін баклажандарымызды ұзынша ғып турап аламыз. Қатты, қалың да, жұқа да емес, орташа ғып тураймыз. Осылай баклажандарымызды ұзынша ғып, осылай қалыңдықты турап алдым. Осылай барлық баклажандарымызды турап алып, үстіне бір ас қасық толтырып, тұзымызды қосамыз. Үстінен мұздай суымызды құйып, турап алған баклажандарымызды тұз суға 15 минутқа салып алдым. 15 минут өткесін осылай суын сырғытып аламыз. Енді тарелкамызды алып, бізге панировка қажет. Мен корейский панировочный сухари пайдаландым осы түрін. Өте әдемі болып шығады. Осылай панировкамызды тарелкамызға салып алдым. Енді бізге жұмыртқамыз қажет. Жұмыртқа 2 дана қостым. 2 дана жұмыртқамыздың үстіне тұзымызды қосып, тұзымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Араластырып алдым. Енді баклажандарымызды жұмыртқамызға қосып алып, панировкамызға жақсылап 2 шетін айналдыра отырып, осылай алдын ала жасап аламыз, дайындап аламыз. Бірінші жұмыртқамызға қосамыз. Баклажандарымызды турап алған. Екінші панировкамызға жақсылап қосып алып, қуыруға дайындап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецепттер бар. Осылай баклажандарымыздың барлығын дайындап алдық. Енді сковородкамызды отқа қойып, үстінен сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майымызға дайындап алған баклажандарымызды салып, 2 шетін қып-қызыл ғып қуырып аламыз. Осылай бір шеті пісті, қып-қызыл болып, екінші шетіне аударып, айналдырып. Осылай баклажандарымызды 2 шетіне қып-қызыл ғып қуырып алдым. Дайындап алған баклажандарымызды майымызға салып, осылай барлық баклажандарымызды қып-қызыл ғып қуырып аламыз. Осылай қуырып алдым. Қуырып алған баклажандарымыздың ортасына, салмасына қажетті заттарымызды, соустарын дайындап алдым. Творожный сырдың мен осы түрін пайдаландым. Өте дәмді болып шығады. Енді соусын әзірлейміз. Ыдысымызды алып, ыдысымызға майонезімізді құямыз. Осылай майонезімізді қосып алдым. Үстіне турап алған укропымызды қосамыз. Укропымды қосып алдық. Енді үстіне чесногымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Укроп қосқандарыңыз ол міндетті емес, бірақ қоссаңыздар өте әдемі болып шығады. Осылай жақсылап араластырып алдық. Енді соусымыз дайын. Енді салмасынан қосқанға қызанағымызды турап дайындап аламыз. Салат жапырақтарын турап дайындап қойдым, ол видеоға түспей қалыпты. Осылай қызанағымызды турап дайындап алдым. Енді баклажандарымызды рулет қып жинаймыз. Қуырып алған баклажанымызды алып, майонез бен соусымызды баклажанымызға жағамыз. Осылай бір шетіне салат жапырағымызды, қызанағымызды, творожный сырымызды қосып, баклажанымызды рулет қып жинаймыз. Екінші мәрте сіздерге тағы көрсетіп жатырмын. Баклажанымызды алып, үстінен майонез бен соусымызды барлық жеріне жағамыз. Бір шетіне салат жапырағымызды, қызанағымызды, творожный сырымызды қосып жинаймыз. Осылай қуырып алған баклажандарымыздың барлығының ортасына соусын жағып, салмасын салып, рулет қып жинап аламыз. Қазіргі жаз айында
көкөністердің пісіп жатқан уақытында міндетті түрде сіздерді жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі барлық жанның көңілінен шығады. Осылай барлығын дайындап алдық. Осымен кереметтей баклажаннан мини рулеттеріміз дайын. Өте дәмді болып шыққан. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Қазақша контентті қолдап, пікірлеріңізді қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.